Қытайда оқу үшін қанша теңге кетеді? Санайық, бірге санайық. Көбісі ойлайды Қытайда оқу өте қымбат деп. Бірақ біздің Қазақстанға қарағанда Қытайда оқыған тиімдірек келеді сіздерге. Ақша бойынша келетін болсақ ше. Біріншіден, оқуға төлейсіздер. Мысалы, Қазақстанда сіздер грантқа түсе алмай қалсаңыздар, сіздер ақылы түрде оқитын болсаңыздар, Қазақстанда университеттердің барлықтары 1 миллион теңгеден жоғары басталады. Жақсы университеттер. Қытайда сіз тегін оқу мүмкіндігіңіз болады. Яғни сізге деген былай айтқанда тегін білім береді, 5 жыл бойы тегін оқып шығасыз. Екіншісі жатақхана. Яғни Алматыда сіз бастапқыда жатақхана беріледі, одан кейінгіде сіздер жатақхана емес, сіздер пәтерге шығуларға тура келеді деген сияқты. Қытайда сіздер жатақханада ақылы түрде тұрған күннің өзінде Қытайдың жатақханалары жылына 500 доллар ғана алады. Яғни жылына 250 мың теңге. 10 ай тұрасыз деп есептейтін болсаң, ай сайын 25 мың теңгеден шығады. Өзіңіз көріп отқандай Қазақстанға қарағанда тиімдірек келеді. Енді тамаққа келетін болсақ, тамақ енді әр адамға байланысты шығады. Бірақ орталама келетін болсақ, 150-200 доллардай болады. Яғни біздің ақша шыққанда 80-100 мың теңгенің жобасында болады ол деген нәрсе. Енді проездге келетін болсақ, 50 доллар болады. Осының бәрін қосқан кезде бір жылға Қытайда оқығаныңызға сізге 3000 доллар кетеді. Яғни 1,5 миллион теңге бір жылыңызға кетеді. Яғни өзіңіз көріп отқандай да Қазақстанда оқығаннан намного тиімдірек келеді. Сіз деген бір жыл оқу ақыңыздың өзіне 1 миллион теңге төлейтін болсаңыз, бұл жерде ай сайынғы пәтеріңіз бар. Енді пәтерде енді 4-5 адаммен бөлісіп тұратын болсаңыздар, әрқайсыңыз 50 мың теңге, коммуналдық услуга менімен қосқан 60 мың теңге, тамаққа да солай шығады. Енді былай айтқанда Қазақстанда оқыған қымбатырақ шығады. Егер Қытайда оқығыңыз келетін болса, ол туралы мен дайын гайдым бар. Яғни пошаговая инструкция дейді. Оны мен сіздермен бөлісе аламын. Оны алуларыңыз үшін комментарияға гайд немесе грант деп жазыңыздар. Мен сіздермен бөлісетін боламын.